Мен есімім Нұргүл Тасбергенова Нұргүлмін. 5 баланың анасымын. Біз осы жерде тұрып жатқанымыз 2 жылдай болды. 2 жылдан асып бара жатыр. Үлкен балаңыз қайсысы? Үлкен балам міне Тасбергенова Нұрлыхан. Нұрмахан? Иә, Нұрлыхан. 7 оқиды. Кіші балаңыз іште ойнай ма? Кішкентай болып? 1,5 жаста. 1,5 жаста. Осы үйде 2 жыл болды. 2 жыл болды. Енді бұзамыз деп жатыр, босатыңдар деді. Баратын жерім жоқ. Қайқа барамын білмеймін. Мынау Бір қабат тыстадыңыздар ма да? Бір қабат бұл. Бір қабат темір пешпен әйтеуір лаждап отырдық. Темір пеш бар. Оны алып тастадық, темір пеш бұзып тар болды мына жеріміз. Бірақ бір бөлме ар жағына кіріп жатамыз. Мына жерде әшейін пеш тұрады. Енді жаңағы үкіметке барып мен не алған жоқпын, пособиямды алып отырмын. Оған да Құдайға шүкір деймін. Үй сұраған жоқсыз? Үй сұраған жоқпын. Өзім немен тұрмын өшіретте. Өшіретте тұрмын, кезектемін, бірақ әлі берілген жоқ ол үй. Бірақ мен ешкімнің алдына, әкемнің алдына барып үй сұраған емеспін. Иә, ол кезек қашан келеді білмеймін. Бұрын мен тұрғанымда 10 мың бірдеңе тұқым, енді Құдай біледі неше болып тұрғанымды. Бірақ тексергенде жоқпын, не қылғанда жоқпын. Мына жерде темір пешім тұрады. Мына жерде. Мына жерде құдық тұрады. Осы жерде темір пеш. Мына жерде темір пеш тұрады. Мына жерде құдық тұрады. Сосын мына есікті ашып қойып, сол темір пешпен жылытамыз үйді. Мынау несі тұр, мұржасы. Осыдан бүйтіп келіп мына жерде құдық тұрады. Темір пеш. Мынау терезем. Бірақ терезе бұл жерде күленкі ғана арасында. Күленкі. Күленкі бар. Мына кірсеңіз, мына жерде телевизор. Мына жерден замиканы берді, осындай тоқ. Осы жерден мына жерден өртенді, бүйтіп, анау іздер жатыр міне. Осы жерден өртеніп, әйтеуір бір өлімнен аман қалдық балдарым. Уайымдап тұрған мені қараңыздар. Бір бөлмелі үй. Пеш қасыңызда тұр, көмір жағасыз. Көмір жағам, отын жағам. Угарный газ деген нәрсе бар. Ана Астанада білесіз ғой, 5 қыз жанып кетті ғой. Иә. Біз ондай жағдай болды. Бізді тоқтан замикане берді. Түнде ұйықтап жатқан кезімізде бір өлімнен аман қалдық. Тоғымыз андай бір-біріне шалқанған ғой енді. Сол неден холодильник бәрі қосылып тұрған, бірақ удинитель болған. Сол қайта мен ана күттәйім тифаль қосылған ғой. Енді көтер алмайға нагрузка болып, түнде көшіріп тастадық. Қайтадан енді бір көзімде бір 5 минут болды. Ашып қалсам үйдің іші көк ала, көк түтін. Не болды деп жүгіріп барып қарасам, ана кішкентайым оянып кетті, онда да періште оятқан шығар. Сол оянып кеткеннен кейін барып қарасам, лапылдап тоқ жанып жатыр екен жерде. Оны жүгіріп барып үйде балдарды шығарсам, үй деген көк ала, көк түтін, бір-біріміз көрінбейміз үйден. Зорға дегенде аман есен қалдық, әйтеуір өртеп, өшіріп ананы не қылдық. Өртенген жерді. Қайта ары қарай кетпепті, бір палас бит жанып жатыр, тоқтың асты. Анау автомат өзімен өшіп қалған. Сөйтіп бір өлімнен аман қалдық. Ондай жағдай қайталанбаса екен деп әйтеуір сақтық. Көмір жаққанның ең қауіптісі ол адам білмей қалады. Біз ана темір пешіміз тартпай қалады кейде. Темір пеш ауызға қарай ұрады. Ауызға қарай ұрып кетеді да. Түтін шығып кетеді. Ол түтіннен адам мысалы ұйықтап жатады ғой түнде. Түтіннен адам оянбай қалады. Сосын өртеніп кетеді. Угарный газ деген адамды ұйықтатпайды. Ұйқымды 4 бөліп балдарыма қараймын түнде. Көмірден істем қалмаса екен. Пешімді өшіріп тастаймын кейде түнде. Тонса да көрпе жабылып жатыр, әйтеуір амандығы керек маған. Балдарымның 5 бала шағам әйтеуір бір күн емес бір күні өсіп жан-жағымда жүреді ғой, қауіп не қылып. Аман болса екен деп сөйтіп тіледім. Осы бір бөлме ғой. Мына жерде телевизорым. Ана шипанер мына жерге келеді. Анақта шипанер осы жерге келеді. Анақта пеш бәрі тұрғаннан кейін. Осы жерге ұйықтаймыз, міне төсегім, осы жерге жатамыз, киінеміз, шешеміз. Қыста осы жерге бір бөлмеге тығыламыз. Диван тұрады, сол жерге бір ұйықтаса ұйықтайды, балдарын бір өсіп мағаны. Жерде мұндай ғой енді қанша дегенмен темір пеш болғаннан кейін. Енді бұл үйге де әйтеуір светін ғана төлесем де, несін төлеп отқан жоқпын. Рахмет қайта. Коммуслугасын. Квартираға төлемеймін. Тегін отсам да әйтеуір енді. Балдарым тамақты осы жерге оқиды, тамақты да осы жерге ішеді. Осы телевизор көріп отырып. Баратын жеріміз жоқ, қайқа барамыз. Енді осы күн салқындап жатқанда айтып жатыр, босатыңыз деп. Мен қайқа барам. Күз болды. Күз болды уже. Үйді босатып жатыр екен. Енді бұзамыз дейді. Білмей тұрмын қалай болады. Қайқа барам, біз 25 мың, 30 мың. Өзіңіз жұбайыңыз жоқ, өзіңіз ғанасы 5 баланы асырап отқан бар. 5 балам бар, жұбайым бар, бірақ арасында ішетіні бар, несі бар. Ішімдікке салынады. Енді бір-екі айдың көлемінде болып ішпей жүр.
қайтадан ішеді, бір ай қояды сондай. Оның да мен ол кісінің екінші әйелімен, бірінші әйелінен балдары бар оның. Ол кісі арасында балдарына көмектесіп тұрады, енді оған ештеңе дей алмаймын, ол да бала ғой. Мен осы уақытқа шейін 2019-ға шейін ол екі баланы асырап келдім. 2019-да анау 21 мың беріледі деген кезде не беріледі деп патриот ана есебінде әжесі асырап алды. Сөздің шындығы. Мен бұл үйде 7 баламен тұрдым 2 жылдай. Сол өзім балдамды асырамай бәрін асырадым ғой, 7 баланы енді. Ол маған әйтеуір Құдайдың несі шығар, сынағы шығар беріп тұрған. Осы сынақтан қалай өтеді деп. Балаларыңыз аман қазір. Аман, әйтеуір ауыр сырқаттан аман есен әйтеуір жақсы болады. Үй сұрамайды екен үкіметтен бұл кісі. Әйтеуір балаларым шүкір деп бүгінгі күнмен өмір сүріп жүр. Сол өмір сүріп сөйтіп жүрмін. Енді не істеймін? Мынау мешіттен барып киім аламын балдарыма. Жаңағы үлкен кісілер, нелер, шамалы ауқатты кісілер киімдер тастап кетеді. Соны барып, мыналар альбикке бар ма, куртка бар ма, сояқтан аламын. Енді әке шешем жоқ, 2013-те қайтыс болып кетті. Жаңағы сестрам ғана бар, бір бауырым. Арасында сол кісі іште бүгін көмектесуге келген, ана мынауыңды жинастырайын, қайқа барасың енді деп. Бас ата-анам жоқ, көмектеседі. Нұргүл апа, уайымдамаңыз, Құдай қаласа халық болып жәрдемдесеміз. Сізді үйсіз қалдырмаймыз. Құрметті достар, енді жаңа Нұргүл апамыздың үйінен шыққаннан бері өзім біртүрлі бір сезініп тұрмын өзімді. Әсіресе 5-ші баласын көрген кезде, о бала ұйықтап жатыр, ештеңе білмейді. Байғұсша ішім мына жері ашық тұр, өздеріңіз көріңіздер. Тоңып жатыр. Соның бәрін көргеннен кейін жүрегім ауырып кетті. Бұндай нәрсе мүлдем түсіріп көрген жоқпын негізше. Көптеген адамдар маған сілтемесін жіберіп, осындай кісі бар деп, осыны түсірсең біз көрермендер болып жәрдемдесейік деп ұсыныстар түсті, почтама шықты. Сонымен мынаны көргеннен кейін мына жағдайды мен осындай шешім қабылдадым, көмектесейік деген. Сондықтан да құрметті достар, мына жерге мен Каспий голд қалдырам, Киви болса Киви кошелекті қалдырам. Міндетті түрде кішкентай болса да, 1 теңге болса да, 100 теңге болса да өздеріңіздің жәрдемдеріңізді көрсетсеңіздер деп соған шақырам. Бір апта сбор жасайық, содан кейін Құдай қаласа Нұргүл апамызға үй алып берейік. Енді сіздерге де көп рахмет, өстіп мені не қылып келіп тұрғандарыңызға. Көріп Алладан қайтсын, менен Құдайдан қайтсын, менен қайтпаса да балдар шағаңлар рахаттарыңызды көріңіздер. Көп рахмет сіздерге қайта өстіп мені келіп осындай кісі бар еді деп келіп атқандарыңызға. Мына балдарымда қыста қуанып қалды сіздерді көріп. Алда қыс келе жатыр. Біз сол ғой уайымдап келгенбіз. Үйді бұзып жатыр дегенде вообще жүрегімізге тиді. Бір силикат, бір не ғана, бұл жақта ешкім қыстамайды, мен ғана қыстап отырмын осы жерде. Мына кісілер әшейін жазда келеді, кетеді. Датчы ғой, енді бұрынғы орыстан датчылары, бірдеңе салған датчылары ғой, сондай. Енді мен қалаға бар квартираға тұра алмаймын. 25 мың, 30 мың дейді, оны коммуналдық услугасын бөлек төлеуім керек. Әрине. Мен қалай төлеймін оны? Бір баланы бағу керек. Бала шағам бағуым керек. Әрқайсының сабағы бар, киімі бар, тамағы бар. Сол ғой жетпейді. Ол ойлайды, пасуя алған адам бай деп. Бай емес. Мысалы, көбісі тағы ойлауы мүмкін да неге жұмыс істемейді деп. Мен үйде кішкентай балам бар. 5 бала, кішкентай бала бар, оған кім қарайды мысалға? Бір жаса мен қамапта кеттім кезінде балдарымды. Үйден ана үйге барып нянка болып жұмыс істеп келейін, мына үйге барып нянка жұмыс істеп келейін деп ше. Нан пұл болсын 2000 теңге, 3000 теңге болса да. Біреу терезеден шығып кетеді, біреу есіктен шығып кетеді. Сондай ғой, қауіпті. Құлап қалау ма, қорқасын. Тәте үйдегі барып көріп келейін. Айтады, сен не жұмыс істеуге келдің ба, әлде үйіңді барып көріп келуге келдің ба деп сөйлейді. Намыстан тырысасың әйтеуір, кешке шейін уақыт болса екен деп. Басқа не істеймін енді, амал жоқ. Біреу әй, келіп алып кетсе десе, жүгіріп бар, қуанып келіп, алып келем бар, балдарым жесінші бөліп берейін шамалы болса да деп. Біреу киім керек па, ойбай керек, бәрі керек қой енді, бала болғаннан кейін өсіп келе жатыр, бәрі керек. Мыналар білмейді әшейін қазір. Ертең сабақ екеуі оқиды, онан кейін де олар да білінеді. Қазір енді мектепке ештеңе алған жоқпыз, онлайн арқылы болып тұр. Шамалы осынша жанымыз қалып тұрған, әйтпесе ертең кәдімгі сентябрь кезінде сабаққа баратын болғанда мен 5 балама жеткізе алмаймын ештеңені. Ол 5 баланы 55 мың не болады? Ақша емес, қазір бәрі қымбаттап кетті. Тиын болып қалды қазір бәрі. Шыны керек, көбіміз ойлаймыз ғой, одан да неге жұмыс істемейді, қалай жұмыс істейді. Мысалы, мен өзімде Құдайға шүкір 2 ұлым бар. Шығып кете алмайсың еш жаққа. Келіншегім мысалы жұмыс істемейді, еш жаққа шығып кете алмайды. Қарау керек, кішкентай да. Жүрде мысалы 5 бала. Тумай-ақ қойсын десе де қарап отырсам бір Құдайдың несібесі ол да, ол былайша айтқанда ол
адамға байланысты емес негізі. Құдай беріп тұр. Жұмыс істе дейін десең, кішкентай баласы 1,5-да. Ана балалары да әлі өскен жоқ. Сондықтан да барынша түсіну керек деп ойлаймын. Бұл жерде ешқандай да ақталым жоқ. Енді қалай да болса да көмектесу біздің парызымыз. Періштелерге көмектесу. Астанадағы жағдай қайталанбасын десек, анау 5 қыз осыдан 2 жыл бұрын өртеп кетті. Сол жағдай қайталанбасын десек, достар, онда жәрдемдесейік. Жаңа көрдіңіздер, пеші бәрі үйдің ішінде. Угарный газ, иістену деген бәле бар. Құдай сақтасын. Алда қыс келе жатыр, оның үстінен босат деп жатыр. Сондықтан да бір ғана шешім көмектесу, жәрдемдесу, достар. Мен көрермендеріме сенем. Негізі бұндай нәрсені мен түсірмейтінмін, қайырымдылықты осы уақытқа дейін түсіріп көрген жоқпын мұндай. Бірақ енді халық менен соны күтеді. Почтаға жазды, WhatsAppқа жазды. Адикусиде аудитория бар, канал бар. Сен гарант бол, ұйымдастыр, біз көмектесейік. Халық болып ақша аударайық деді. Сол себептен оның үстіне мына жағдайды көргеннен, Нұргүл апаның жағдайын көргеннен мен жүрегім ауырып, осыны бастап кетуге шешім қабылдадым, достар. Сондықтан да Каспий болды, осының астында тұр Каспий болдым. Киви, Каспий жоқтар Кивиге терминал арқылы кішкене болса да 50 теңге, 10 теңге, 1 теңге, 100 теңге жәрдемдесіңіздер, көпті көрсе көл дейді. Сол ағайын, барлықтарыңызды жәрдемдесуге шақырамын. Бұл үлкен сауап. Былайша 10 теңге салсаңыз, ол үлкен сауап. Сіз сол жәрдемдесушілердің арасында барсыз. Оның өзі үлкен сауап та былайша. Оның үстіне 5 періштеге көмектессеңіз. 5 періштеге жарқын болашақ сыйлайық. Жақсы этаж үйде, жақсы үйде тұрса, бәлкім болашақтары жарқын болады. Сол, достар, барлықтарыңызды көмектесуге шақырамын. Достар, егер де ақшалай жәрдемдеспесеңіздер, хотя бы осы видеоның сілтемесін барлық чаттарға, WhatsAppқа таратып жәрдемдесіңіздер. Ол да сауап. Былайша. Барлық чаттарға таратыңыздар осы видеоның сілтемесін, осы видеоны. Оның өзі де үлкен сауап. Егер де ақшалай жәрдемдесе алмасаңыздар, достар.